сәлем, менің арнама қош келіпсіздер. Мен бүгін сіздерге кешкі макияж жасағалы тұрмын. Яғни бір жерге выпускной балға не болмаса тойға барғанда жасауға болады. Егер сіздерге қызықты болса, менің арнамнан алыстамаңыздар. Ең бірінші бізге тоналка керек. Avon'ның бетімізге жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін біз жаңағы спонжды алып бетімізді біркелкі қылдырып жағамыз, сіңдіреміз. Артық барлық меңдер, сонда артық безелдер болса жасыру үшін осылай істейміз. Мойнымызға да жағып шығамыз. Мойнымызбен бетіміз бір келкі тон болу керек. Енді бетімізге пудра жағамыз. Пудраны жақылатын себебіміз өйткені тональный кремнен кейін бетіміз тым жарқырамас үшін осы пудраны жағуымыз керек болады. Енді біз қабағымызды әрлейміз. Яғни қабағымызды тарап, осындай құралмен артық нелерді жасырып, теңмен бояп жіберуге болады. Жетіспей тұрған жерлері болса, теңмен бояп жіберіңіздер. Енді біз көзімізді бояуға кірісеміз. Көзімізді бояғанда біз қарындаш техникасын пайдаланамыз. Яғни ең бірінші асын бояймыз. Асын бояп алғаннан кейін үстін бояймыз. Үстін бояп атқанда, яғни ұшын шығарамыз. Қарындашпен және осын бояп болғаннан кейін біз растушевка жасаймыз. Яғни кисточкамен барлығын жайып шығуымыз керек болады. Бояп шығамыз, яғни растушевка жасаймыз. Кейін бұл қара қарындашпен бояған үстінен басқа түсті теңмен, басқа түсті көгілдір теңмен біз бояйтын боламыз. Енді біз ақ теңді қолданамыз. Ақ теңді біз жаңағы қара бояған үстінен осылай ақты жағамыз. Ақ теңді әдемілеп. Яғни біздің жаңағы бояған қара түсімізді анық көрсету үшін бояланады бұлай, және ұшын бояймыз ақ түспен. Енді ортасына жасыл түсті саламыз. Жағамыз. Жасыл түсті таңдаған себебім менің көйлегім жасыл. Сіздер өздеріңіз қалауларыңыз бойынша түсті жағуларыңызға болады. Яғни тағы да біз растушевка жасаймыз. Жаңа қараның үстіне қарап отырсаңыздар, мен күлгін түспен бояп жатырмын. Ұшына көбірек бояуға тырысыңыздар. Растушевка жасаймыз осылай. Енді біз
бетімізге қара түспен подводкамен стрелка жағамыз, стрелка істейміз. Ең бірінші шетінен бастаймын мен, кейін орталарын подводкамен істеуге тырысамын. Егер жағылып қалып жатса, ақырындап түсіртіп алуларыңызға болады. Жағамыз үстіне және астына. Енді біз румяна жағамыз. Эйвонның осындай қызыл түсті румянасын бетіміз осылай үшбұрыштап шет жақтарына жағып шығамыз румянаны. Румянаны жағатын себебіміз, егер беттеріңіз домалақ болса, соны жасыру үшін. Біз жаңағы жасыл түсінің үстіне соңғы осындай жылтыр теңді сеуіп шығамыз. Яғни жылтыратып көрсету үшін біздің макияжымызды. Және соңында ернімізді қызыл талаппен бояп шығамыз. Осымен біздің макияжымыз аяқталды. Кешкі балға әдемі құлпырып барыңыздар. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Жаңадан видео күтіңіздер. Сау болыңыздар.